Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен манты дайындайтын боламыз. Өте дәмді, сочный болып шығатын. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға су, тұз, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Жұмыртқа салғаннан кейін қаттылау қылып илей береміз. Илеп болғаннан кейін салфанға салып 10 минутқа қалдырамыз. Он минуттан кейін тағы да илейміз. Үйі қанған қамыр жақсы жайылатын болады. Бір тегісте болып, ортасынан екіге бөліп, тағы да 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Фаршымыздың үстіне картошкамызды алдын ала дайындап, қабығын ашып, жуып алған картошкамызды тураймыз. Бір картошка жетеді. Пиязымызды тураймыз. Пиязымыздың бәрін турамаймыз. Капуста қосатын болғандықтан мен 2,5 пияз қостым. Енді капустамызды жақсылап майдалап турап аламыз. Керек емес жерлерін алып тастаймыз. Бәрін турап болғаннан кейін тұз, бұрыш, паприка қосып, жақсылап араластырамыз. Енді салмамызды бір шетке алып қойып, үйі қанған қамырымызды азғантай ұн сеуіп, қолымызбен жайып аламыз алдымен. Қолымызбен осындай жайып алсақ, домалақ болып бір тегісте жұқа болып шығады. Ортасы жұқа, шеттері қалың болып қалмайды. Енді осылай кесіп аламыз. Бәрін осылай жұқа болып шығады. Енді дайындап қойған салмамызды салып шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп бүгіп аламыз. Мен кішкентайлау қылдым, әдемі көрінеді. Суымызды газға қойып қоямыз. Қайнағаннан кейін бүгіп болған мантыларымызды қоямыз. Мантымыздың астында үстінде листін майласақ жабыспайды. Әдемі шығады, жалтырап. Енді 20 минут қайнағаннан кейін аздап су себелейміз үстінен. Мантымызды қойғаннан кейін поливымызды істеп аламыз. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай мантымыз пісті. Өте әдемі, сочный болып. Менімен болғандарыңызға рахмет. Рецептім ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.